Егер малыңызда суықтан болған түрлі аурулар байқалса, мысалы қалшылдап әлі құру, асқа тәбеті тартпау, буындары ісініп жүре алмау, сонымен бірге пастереллез күйдіргі таяқша бактерияларынан болатын індеттерден белгі берсе, мына дәріні істетіп көріңіз, өнімі өте керемет. Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін сіздерге таныстырмақшы болып отырған дәріміз болса, прокаин бензил пенсилин. Бұл халық арасында май пенсилин деп те аталады. Бұл дәрінің бактерияларға болған қарсылық қуаты өте күшті антибиотиктердің бірі. Бұл баршаңызға мәлім болған пастереллез күйдіргі сияқты жұқпалы аурулардың бактерияларымен күресуде ең жоғарғы күшке ие антибиотик. Сонымен бірге малдың суықтан болатын түрлі ауруларына және буын қабынуына, қалшылдап әлі құру сияқты індеттеріне таптырмас ем. Және де малдың көзіне ақ түскенде осы дәріден төте көзіне тамызсаңыз, ақты жоғалтуға жақсы көмектеседі. Бұл дәріні алу үшін мына нөмірге хабарласыңыз. Қазақстанның кез келген ауыл аймақтарына салып береміз. Сонымен бірге сіздерге мынадай тамаша машинаны таныстыруды жөн көрдім. Бұл болса Улинг маркалы кез келген кішігірім жүктерді тасымалдауға ыңғайлы, жүк көлігі ретінде де жеңіл көлік орнына да істетуге ыңғайлы тамаша шағын жүк көлігінің бір түрі. Қозғалтқыш көлемі 1/5 механика 1 тоннаға дейінгі жүкті көтере алады. 2023 жылғы жаңа. Бағасы 6.500.000. 30% алғашқы жарнасын берсеңіз, қалған бәнік арқылы жасауға болады. Саны шектеулі, асығыңыздар. Бұл көлікке қызықсаңыз, мына нөмерге хабарласыңыз.